Жалпы, психологтардың айтуынша, әйел адам ерінің алдына түсіп, өзі тапқан ақшасын отбасының керек-жарағын түгендеп, ер азаматтың міндетін мойнына артып алса, онда өмір бақи сол жүкті көтеріп жүре береді екен. Яғни, еркекті масылдыққа тәрбиелеп тастайды. Әйелі табыс тауып, бала-шағасын асырап, үйдің жағын түгендеп отырса, еркек басын ауыртама. Жатып шер жалқауға айналып кетеді. Осы сөздің жаны бар екен. Оны өз басымнан өткізген соң айтып отырмын. Күйеуге кеш шықтым. Университетті бітіріп, мектепте мұғалім боп орналасып 3 жыл жұмыс істедім. Бұл уақытта өзіммен қатар қыздардың, құрбыларымның бәрі тұрмысқа шығып, 1-2 балалы боп қойған. Сол себепті ауылға барсам да, көпшіліктің ортасына түсіп қалсам да, бәрі жаттап алғандай. Қашан тұрмысқа шығасың? Осылай жүре бересің бе? Кетсейші, деп айта беретін. Ал менің сөйлесіп жүрген жігітім жоқ. Мені алшы, уақытым өтіп барады деп кімге айтам? Уақыт сәті келер деп асықпай сабырмен күттім. Сөйтіп жүрген күндердің бірінде Самат есімді жігітпен таныстым. Жоғары білім алмаған, көлігімен таксист жігіт. Менің алдымда кес-кестеп жүріп алды. Мектептен үйге, үйден мектепке апарып тастайды. Телефонға тыным жоқ. Сөйтіп екеуміз бір-бірімізді ұнатып қалдық. Тіпті мен оған бір күн көрмесем тұра алмайтындай ғашық болдым. Қыз-жігіт боп жүргенімізге 1 жылдан асқанда мен тұрмысқа шығу жайлы ойлана бастадым. Ал ол ұсыныс білдіруге асықпайды. Мынау маған үйленетін жігіт пе? Қалай өзі? Деп бір түрлі болдым. Содан бір күні ашық әңгімеге шақырдым. Самат, екеуміз де жас емеспіз. Менің тұрмысқа шығатын жастан өтіп барамын. Үйдегілер де бұл туралы айта береді. Не істейтін ойың бар? Деп ашық сұрадым. Шынымды айтсам, бүгін болса бүгін-ақ үйленіп кетер едім. Әке-шешемнің жағдайы жоқ. Өздері күндерін әрең көріп отыр. Оларға мені үйлендіріңдер, ақша беріңдер, деп қайтып айтамын. Тағы 1-2 жыл жұмыс істеп, ақша тауып, бәрін өз күшімен істегім келеді. Тұрақты жұмысым болмаған соң, банктен де несие ала алмай, қолым байланып отыр, деп сырын айтты. Ақымақ басым-ай, сол кезде оның су жұқпас өтірікші екенін білсемші. Не керек, екеуміз үйленетін боп келістік. Мен оған біздің бақытымызға ақша кедергі болса, онда сол несиені мен ағалайын. Екеулеп төлеп тастаймыз, бір отбасы болайын деп отырмыз ғой, деп ұсыныс білдірдім. Сөйтіп, банктен бірнеше миллион теңге несие әпердім. Ай сайын 118 мың теңгеден құйып отыратын болдық. Самат оны 1 тиынына дейін санап, қалтасына салып алды. Сөйтіп, әке-шешесіне үйленетінін айтып, екеуміз ата-аналарымызды таныстырдық. Қыздарыңыздың қалың малы, деп ата-енем 1 миллион теңге, киіті, қоржыны деп несиеге алған ақшамен жөн жоралғысын жасап, менің әке-шешем ұзату тойын жасап, екеуміз бас құрдық. Бет ашарды да, үйлену тойды да, несиеге алған ақшаның қалғанына өткізді. Той өткен соң Саматқа тойға түскен ақшаның біразын банкке құйып тастасайшы, ертеңгі күні өзімізге жеңіл болады, ай сайын 100 мыңнан астам ақша оңай емес, деп айттым. Жарайды, құямын, деген. Қайтағы. Ертеңіне маған да, ата-енеме де ескертпей, ескі көлігін сатып, салоннан су жаңасын алып келіпті. Қатты ашуым келді. Мынауың не? Екеуміз келісіп едік қой, деп сөйледім. Жаным, жаңа көлікпен такси болсам, шығыны аз болады. Ескісін жөндей беріп шаршадым. Ал мына мен күнде қырып табыс табамын. Қорықпа, несиені өзім төлеп тастаймын, деп сендірді. Не керек, сол несие менің мойныма мықта білінді. Төлейтін кезде күйеуімнің бітпейтін қырық сылтауы шыға келеді. Мамаларға бердім, көлігіме дөңгелек алдым, үйттім, деп қашқақтайды. Сосын амал жоқ, айлығымнан өзім құя салам. Бір жағы жалдап отырған пәтеріміздің ақысы соның мойнында ғой, үйге азық-түлік әкеп жатыр деп аяп қоямын. Қысқасы, отбасымның тыныштығын сақтау үшін өзімнің қалың малым мен тойыма алған несиені өзім төлеп жүрдім. Қызықтың көкесі декреттік демалысқа шыққанда басталды. Жұмыс жоқ, ай сайын төлейтін ақша жоқ, 3 ай несие төленбей қалды. Телефонға тыныштық жоқ. Төлесейші, деп күйеуіме айта шаршадым. Осы үшін талай мәрте қырылыстық. Мен сол ақшаны өзіме жараттым ба? Алғандардың бәрін сенің әке-шешеңе апарып бердік, деп
шықты ақырында. Сол құрғыр несиені төлеу үшін ақырында микрокредиттік ұйымдардан қарыз ала бастадым. Тойда төркінім әкеп таққан алтындардың бәрі ломбардқа өтті. Сөйтіп қиналып, айдан айға тапқанымызды әрең жеткізіп отырған күндердің бірінде ең кішкентай қайын сіңілім тұрмысқа шығатын болды. Ата-енемнің жағдайы жоқ, үйдің үлкені ғой деп бар салмақты бізге салмақшы. Сендер спальный гарнитурын әперіңдер, деп бұйырды. Оның да арзандауын ала салсақ мейлі ғой. Қайын сіңілім жағдайға қарамай миллион теңгелік жиһаздың суретін жіберіпті. Осы кезде енеме шыдай алмай бәрін айттым. Апа, біз өзіміз тойға алған несиені әрең төлеп күнімізді көріп жүрміз. Екінші мәрте несие алуға жағдайымыз жоқ. Самат оны төлеп те жүрген жоқ. Бәрі менің мойнымда, деп жылап қалдым. Сөйтсем, енем біздің несие алғанымызды білмейді екен. Күйеуін бәрін өзім таптым, деп өтірік айтып, әке-шешесінің алдында жақсы атты боп көрінген. Ойбай-ау, қайдағы несие? Не айтып отырсың? Саматты өтірікші етіп отырсың ба? Мүмкін емес. Ол неше жылдан бері ақшасын тиындап жинап, соған үйленген, деп бет бақтырмады. Бұл әңгіме күйеуімнің құлағына жетті. Сол күні алғаш рет күйеуімнен оңбай таяқ жедім. Екеуміздің проблемамызды неге мамама айтасың? Деп ұрып, тепкілеп тастады. Қабырғам сынып, демалуым қиындап, жедел жәрдеммен ауруханаға түсіп қалдым. Жағдайымды естіген бауырларым, ата-анам мені ажырастырып, өздерімен алып кетті. Менің атыма алған кредиттің әлі жартысы да төленген жоқ. Кеттің бе, өзің төле, деп көк тиын берген жоқ. Ата-анам қалың малды өз несиеңмен әкелгенін естігенде естен тана жаздады. Амал жоқ, өзіміз төлеп жауып жатырмыз. Менің басымдағы оқиға басқаларға сабақ болса екен. Жас қыздар, жігітке несие әпермек түгілі, бірге ішкен тамақтың ақшасында төлемеу керек. Еркектің мойнына жауапкершілік артып үйрену керек. Алданып қалудан абайлаңыздар.